кітап сүйер қауым, әріптестерім және шәкірттерім, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт» жобасы аясында Дінмұхамед Қонаев атындағы номері 9-шы IT мектеп-лицейінің 11-ші А сынып оқушысы шәкіртім Құралов Нұрболдың челленджін қабылдай отырып, абайды абай еткен мұхтар ғана, мұхтарды мұхтар еткен абай дана, қазақтың қос арысы, қос данасы, қалайша бас имессің оған сірә дей отырып, жазушының Абай жолы роман-эпопеясы арқылы қазақ әдебиеті бүкіл әлемге танылды. Мұхтар Әуезовтің шығармалары, Абай жолы романы, повестері шет тілдерге аударылды. Сол арқылы қазақ әдебиетін, қазақ елін бүкіл елге танытты. Мұхтар Әуезовтің шығармалар жинағын кітапханаға сыйға тарта отырып, челленджінді Түркістан облысының Адами әлеуетті дамыту басқармасының, Жетісай ауданының Адами әлеуетті дамыту бөлімінің Алпамыс Батыр атындағы номері 8-ші жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Сапаров Жандос Сұлтанбайұлына жолдаймын.